Қалауыр әкім көшесі 45-ші үйдің жанында міне бір қара терек аварийный состояниеда. Осыдан біз 3 ай бұрын осы жерге келіп, участковыйда милицияларды шақырылып, бүткіл мамандарды шақырып, осы теректі кесуді талап қылғанбыз. Алайда бұл терек әлі күнге дейін кесілмей тұр. Сөйтсек, қазір мен бүгін 109-ға звондасам, ол терек құлау керек біздің біреудің үстіне. Өнен кейін барып біз оны кесіп, майдалап отынға өткіземіз дейді. Сонда біреу өлу керек па берді? Түбі кетіп барадыр. Түбі барлық қопарылып барадыр. Ана жердегі терек анау еңкейіп тұрған теректерді жаңағы мінекей участковый. Мына милицияны шақырып тұрып, мен милицияны шақырып тұрып, бұны тіркетіп жатырмын. Және жаңағы осыған жауапты мамандардың үстінен арыз жазып жатырмын. Осыдан 3 ай бұрын олардың барлығына мен видео жібергенмін. Жаңағы участковыйында, милициясында бәрін де шақырғам. Міне бір шомылатын жерде ғой енді мынау. Сондықтан осы терек кесілмейінше бұл халық, мен оларға звондадым 109-ға. 109 айтады, ол терек құлап түсу керек дейді. Оны майдалап алып кетеміз дейді. Сонда біреудің үстіне құлап түсу керек, сонда майдалап алып кетеді екен. Сіз осы жердің тұрғыны ретінде не айтасыз? Мен мынау терек өте қауіпті адам өмірі. Сіз қай үйде тұрасыз? Мен осы үйде тұрамын. Қайсы? Нөмір қаншада? 45-те тұрамын. 45-те тұрады екен. Енді мынау қатты жел тұрса, мынау үйдің бәрін қопарып алып кетіп қалады. Үйді кім істеп береді бұларға онан кейін? Онан кейін мынау проводтың бәрін өткізіп кетті. Ертең ол жел тұрады, анау уже басып тұрады. Анау талдың ішін бәрін анау басып тұрады. Жел тұрса болды, ана проводтардың бәрін олып замекане беріп, бүткіл қаладағы электриктер айтады, біздің шаруамыз емес деп. Біздің шаруамыз емес деп бәрі кетіп жатыр екен. Енді қазір ешкімнің шаруасы болмай қалған. Тек қана айлық алып отыра береді. Дұрыс айтам ба? Айлығын алады да отыра береді жауапты мамандар.